Ассалаумағалейкумдер, баршаңызға да бүгін бізде Mitsubishi Outlander автокөлігі үштік көлемді қозғалтқыш 6 цилиндрде таңертең перебой болады. Чекмеге істеді, көлік дұрыс жасай алмайды, ал қызғаннан кейін бәрі кетеді дейді. Қарадық, 6 цилиндрдің ағауы табылды, катушка жасап тұр, цилиндр 2022 жақсы, барлығы нормально, бірақ бізде дәл осындай свич аппаратқа 15 атмосфераға салған кезде 3500 оборотқа қойған кезде свич мына сыртына ұрады және ішінде солға оңға қарай ұрып тұр. Қазір мен сіздерге егер көрінсе көрсетейін, проблема бар екендігін. Опа, көрдіңіз ғой, мына жерден бір-екі кезек ұрып тұр. Тағы да қайталанса көрейік. Және сосын мынау ішіне ұрып тұр, сосын мыналар сыртына ұрып тұр. Қазір 14-15 атмосфер. Мұздай кезінде мына цилиндрдің іші, көліктің цилиндрдің іштері кішкене шамалы болып тұрады, влажный дейді ғой. Свечтер мұздай, және сосын шамалы болып тұрады, ысып келгеннен кейін таңертеңге қарай. Көп көліктер қызбай жатса, таңертең 4 кезек, 3 кезек қыздырып сөніп қалып жатса, бірінші свечтен көру керек, екінші жанармайдан көру керек болады. Бұл көлікте қазір цилиндрдің свечтерін ауыстыру керек болады, проблемасы. Және де форсункасын бір қарттау керек болып тұр. Мына газдың форсункалары. Газдың форсункалары настроенный емес. Газдың форсункасын микрометр деген құралы бар. Міне көрсеткенімдей, форсунканы дәл өстіп микрометрмен тексеру керек. Және регулировка, настройка жасау керек. Газдың бұл свечі 30 мың жүрген, 30 мыңда уже проблема бар. Бұл заводтан салынған свеч, NGK деген. Қазір тағы бір тексеріп көрейік. Көрдіңіз ғой? Кейде шашалмай қалады. Дәл осылай міне проблемасын анықтаған болатынбыз. Барлығыңызға да рахмет, сәттілік және лайк басып жазылып кетейік артқа.